Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлнұр. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі дәмді болып пісетін күлше нан рецептімен бөлісемін. Осы YouTube каналымда аптасына 2 рет жаңа рецепт шығарамын. Сол үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тіркелу үшін осы видео астындағы подписаться кнопкасын бассаңыздар жеткілікті. Бисмиллах деп нанымызды илеуге кірісеміз. Алдын ала жылытылған сүтімізге ашытқы, қант, жұмыртқа, тұз және ерітілген сары майымызды қосып, қамырымызды илеп бастаймыз. Қыздар, бір дегенде ұнды барлығын қоспаймыз, аздаған мөлшерде араластырып отыра қосатын боламыз. Егер де ұнды көп қосатын болсақ, нанымыз қатты болып кетуі мүмкін. Мен осылай ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап алдым және аз-аздан осылай қамыр илейтін боламын. Міне қамырымыз осымен дайын. Енді 1 сағатқа жылы жерге қоя тұрамыз. 1 сағат өткеннен кейін қамырды тағы да бір басуды ұмытпаймыз. Менде қамыр қыздар дайын, осымен ашып көтерілді. Мен барлығын қолыммен жинап алып, теңде 2 бөлікке бөлдім. Өздеріңіз білесіздер, егер де кішірек нан жасаймын десеңіздер, 3 бөлікке де бөлуге болады. Осылай қолымды сулап отырып, 2 нанды формасына келтіріп жасадым. Нандарды сондай-ақ 20 минутқа тынықтырған дұрыс. Одан кейін барып жұмыртқамен бетіне жағып, кисточка арқылы, содан кейін барып алдын ала қыздырылған пешке 180 градуста 25-30 минутта пісіруге жібереміз. Қыздар, осымен нанымыз дайын. Міне өте керемет, иісі бір үйді алып кетеді. Өте дәмді, жұп-жұмсақ, жеңіл болып пісті. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Алдағы уақытта мен рецептім бойынша осы нанды жасап көретін болсаңыздар, комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын.